инвестициялық кірістің бір бөлігін әрбір балаға бөліп береді. Өзім үшін тек өзімді ойлайтын едім. Қазір мысалы бірінші ойым отбасымды ойлаймын. Қазақ отбасылық институты осы жағынан ақсайды деп ойлаймын. Мемлекеттің тарапынан бір реттік көмек көрсетіледі. Астана, Алматы, мүмкін США, Америкаға кеткім келеді. 5 жыл бұрын айтқан екенмін, Дубайға апарамын сендерді деп. Мемлекеттік гранттың егер атанады. Баланың қиялы мүлдем шексіз, оны шектемеу керек. Қайырлы күн, достар, құрметті ағайындар, көрермендер. Бұл бізде подкаст форматындағы ашық сұхбат аясы. Бүгін біздер әр отбасыда кездесетін, бірақ көп айтылмайтын, айтылса да бір толық ашылмайтын тақырыптардың бірі әке мен баланың арасында қарым-қатынас, сол жердегі әкенің рөлі, рухани баланың дамуындағы жолы, қаржылық дамуындағы жолы, осы туралы бір ашық сұхбат жүргізсек деген ой. Мен Асылбек Серікұлы, Халық Лайф акционерлік қоғамы өмірді сақтандыру бағдарламаларын дамыту департаментінің аймақтық директор қызметін атқарам. Көп балалы әлеуметтік статусым бар және қаржы саласында 17 жылдан бері қызмет атқарам және өзінің бір осы қаржы саласына саналы түрде келдік. Енді бүгінгі сұхбатқа қонақ ретінде келіп жатқан тұлғаларды таныстырып өтейік. Мына сол жағымдағы Азамат Қуандық мырза, бұл жаңағы аймағымыздағы, облысымыздағы белгілі шоумен, еліміздегі жаңағыдай өнер жолындағы өзіндік орны бар азамат. Бұл кісінің де статусы көп балалы әке. Қош келіп жатсыз. Рахмет. Мына оң жағымдағы азамат бұл жас маман, жас әке, Ақылбек деп аталатын азамат. Бұл да өз саласының маманы, қаржылы сауатты әке, өйткені өзі жас болса да қазірден бастап өзінің балаларының болашағын қаржылық түрде қамтамасыз етіп жатқан азамат. Осы енді әр позицияда өзіміздің бір ойымызды талқылайық, осы ойды жеткізейік. Бұл әкенің бала алдында жаңағы рөлі қандай болу керек туралы сол өзіміздің жаңағы ойымызбен жеткізсек деген. Мысалы, әке болу сіздің өміріңізде қалай өзгертті жалпы? Әке болуға дайын болдыңыз ба? Әлде бұл уақыттың еншісіндегі жаңағы бір жүйе ма? Осы туралы мысалы балаларыңыздың жасы кішісі нешеде және оларға қалай көңіл бөлесіздер, сол туралы бір бастап кетсек, рұқсат. Армысыздар. Шақырғаныңызға рахмет, Асылбек мырза. Қуаныштымын. Жалпы әке болу, ата-ана болу үлкен жауапкершілік. Балаға деген махаббат бөлек қой енді. Ең бірінші әке болған кезде енді жас болдық па, ол кезде толықтай сезіндім деп те айта алмаймын. Бірақ та әр бала дүниеге келген сайын жауапкершілік артып, балаға деген махаббат бұрынғыдан да бетер болып жатыр. Жақын арада кішкентайлы болдық, осы 40-нан шықтық жақында. Сол қазіргі сезім мүлдем бөлек, ол кездегі сезім мүлдем бөлек. Сондықтан мен ойлаймын, барлығы тәжірибемен, опытпен келетін сияқты. Әке болу өмірді мүлдем өзгертті. Отбасылық құндылықтар. Енді әке болмай сен оны әке, ана болуды түсінбейді екенсің. Рахмет. Ол да мысалы бір классикалық формат қой енді сіздің ойыңызша. Жас кезінде әке болып қалдыңыз. Оны қалай сезім қатты білінбейді. Бәріміз де мысалы сол этаптан өттік қой. Дүниеге келді. Енді бұл жерде енді бала мен анасының бірінің арасында сүйіспеншілік, ол жаңа табиғи инстинкт болып келеді да. Өйткені омырауын береді, басқа да жаңа сіз айтқандай жаңа түн ұйқысын 4 бөледі деген секілді. Біздер жаңа бұл ретте жаңа асыраушы ретінде, жаңа қаржы әкелу ретінде, солардың бір жағдайын орындау ретінде біз кішкене шеттен тыс әрекеттерде жүрдік, жұмыста жүрдік. Сол үшін жаңа қазіргі ойлап қарасақ позиция андай, неге бала көп жағынан шешесіне қарай тартылады да әкесіне деген бір тартылыс көп білінбейді деген сияқты бір ойда туындайды енді. Ол да бір жаңағы әлеуметтік инстинкт болып саналады ғой енді. Ақылбек мырза, енді өзіңіз қалай, жас әке ретінде? Ассалаумағалейкум. Біріншіден шақырғаныңызға рахмет. Енді менде әзірше бір балам бар, бірақ сол бір бала өмірге келгенде түбегейлі өмірімді өзгертті. Бұрын тек мысалы өзім үшін тек өзімді ойлайтын едім. Қазір мысалы бірінші ойым отбасымды ойлаймын, баламды ойлаймын, ертең болашағы қандай. Шын айтсам да толықтай дайын болған жоқпын. Енді все приходит с опытом дейді ғой. Қосып кетейін, бұл жаңағы Ақылбек мырза айтты ғой, бұл жаңа біздер жұмыс барысында таныстық бұрында. Өйткені біз жаңағы халықпен жұмыс жасаймыз, халыққа қаржылық сауаттылықты үйрету барысында жаңағыдай бір инвестициялық құралдарды
жаңағы таныстыру барысында бір халықпен көбіне жұмыс жасаймыз да, сол уақытта жас жігіт осылай келіп, өзі ізденіп, өзі жаңағы ақпараттарды қарап, қазірден бастап осы жақында дүниеге келген баласына деген бір инвестициялық бір жобаларды қарастырып жүр екен да. Бұл кісінің қазіргі баласының болашағына қазірден бастап көңіл бөліп жатқаны маған жеке ризашылық әкелді да. Сол себептен де бұл кісінің де позициясын тыңдау біз үшін маңызды, өйткені көрермендер де бар, осы Ақылбек азаматтың шамаластары, қатарлары, өйткені басқа позициямен өмір сүріп жатқандар да бар. Бұл да жаңағы кеңес болсын, кейстерде ол кейсіңіз болсын, может ол да алып болашақта қолданар деген ниетпен. Қазіргі таңда мына заманауи әке деген бір тырнақшада бір сөз бар, яғни соның жаңағы қазіргі позицияларын қарастыру, қазіргі әкелердің алдында қандай қиындықтары бар жалпы. Әке болу тек жаңағы ақша табу ма, әлде одан да тереңірек пе деген сияқты бір сұрақ туындайды. Сонымен қатар жаңағы баламен уақыт өткізу үшін өз уақытыңызды қалай ұйымдастырасыз деген бір сауал болып тұр, осы жалпы ортаға талқылайтын. Өйткені бұл сауалдардың барлығы қазіргі таңда үлкен жаңағы бір мәселе тудыратын сияқты актуалды жаңағы сауалдар. Осы бойынша бір талқылап кетсек, ойларыңызды айтсаңыздар. Иә, қазір өте актуалды. Балаға уақыт табу, көңіл бөлу, әсіресе көп балалы әкелер 1 миллиардерден сұраған екен, 5 баласы бар. Сіз деген өте көп жобаларыңыз бар, іс-сапарда жүресіз, жаңағы отбасыңызды көрмейтін шығарсыз деп. Сіз қалай уақыт бөлесіз? Сізде күнде іскерлік кездесулер деп сол кезде миллиардер айтыпты. Мен әрбір балаға күніне 15 минут уақыт бөлемін. Себебі уақытымның бар бөлгені жаңа 1 сағаттай. Сол 15 минутты тек қана сол баламен сөйлесуге, фокусқа арнаймын. Телефон барлығын өшіремін, ештеңеге алаңдамаймыз. 15 минут екеуміз сөйлесеміз деген екен. Яғни аз да болса, сапалы болса, дұрыс деп ойлаймын. Енді жаңағы сіз айтқандай, бірден бұл түсінік келген жоқ. Мысалы 2000 жылдың жастары бөлікті, қазір 2020-ның жастары бөлік, құндылықтары, олардың жаңағы приоритеттері бөлік. Қазір мысалы 1 бала болса да оны тұлға етіп өсіру өте маңызды. Ата-анасы өзінде болмаған нәрселерді қалайды ғой. Көбіне өзінің армандарын ұрпағы орындаған. Енді мен сізге айтайын, бірден ол түсінік келген жоқ. Мен 2018 жылы 2 қызды болдым. Сол кезде 6 бала болды, 4 бала болды. Бірден 6 бала болған кезде жаңағы мен не істеп жүрмін, бала-шағам өсіп көбейіп кетті. Еще 2 егіз балалар расходта, памперске, сүтке сол кезде қимылдап бастым. Оған дейін 1-2 балада сіз айтпақшы, өзімнің әкелік рөлімді қатты бірінші орынға қойған жоқпын. Кейбір әкелер ақша табамын деп үйге көңіл бөлмей кетеді. Сондықтан ол бала әкесіне емес, анасына жақын болып кетеді. Әке тәрбиесі жетпей жатады. Қазақ отбасылық институты осы жағынан ақсайды деп ойлаймын. Шетелдік отбасыларды көреміз ғой, біздің достарымыз, таныстарымыз, тіпті теледидардан көрсең де әкесі әр жексенбі баласын қыдыртады, футбол ойнайды, онымен бірге бір плотник жаңағы ағаштан бір заттар жасайды, баланы вовлекать етеді, баланы жаңағы тәрбиелеп, соған көңіл бөледі. Аз уақыт болса да, менің ойымша, сапалы болу керек деп ойлаймын. Ал менің ойым, әке болу енді тек ақша табу емес, енді менің ойымша банағыдай сіз айтып тұрсыз ғой, уақыт бөлу, бағытын беру. Мысалы мен өзім аптасына 1 рет біз баламыз екеуміз целый день, күн бойы ойнаймыз. Апта сайын енді сол уақыт бөлуге тырысам. Енді қазіргі уақытта Қуандық айтқандай, сіз дұрыс айтасыз. Балаға көп уақыт бөлу керек, направление беру керек. Отбасыммен банағыдай айтқандай телефонды өшіріп тастап тырысамыз. Енді қазіргі уақытта қиын ғой, телефонсыз достар соғады, әке шешеміз іздейді дегендей. Енді баламызға үлгі беріп, махаббат беріп, сөйтіп тырысамын өзім уақыт бөліп. Жұмыстан кейін енді папа деп жүгіріп келгенде, ол мен үшін үлкен мотивация. Бала тәрбиесі дегеніміз бір үлкен бір қажеттілікті сұрайтын бір процесс қой, енді жүйе. Өйткені бұл жерде бір 100% идеалды болам деген ол қиын. Өйткені бір жағынан әрекет жасап,
бір жағын өзгертіп жатқан жағдайда бір жағында да бәрібір бір минус болады да бұл. Сол себептен де енді дегенмен өзімнің жеке субъективті ойым, мысалы қарым-қатынас бұл жерде жаңағыдай менің ойымша бір 3 позицияны дұрыс ұстансаң, бұл жаңағы алдағы баламен бір қарым-қатынасың есейгенде де бір арамыздағы қарым-қатынас бір қалыпта тұрады деген ойдамын. енді ол біріншіден жаңағы қаншалықты мына шаруада жүрсең де, еңбекте жүрсең де, осы жанұяны жаңағыдай қамын ойлау, шетте жүресің ғой, жұмыс жасайды бәрі, еңбектенеді. Сол себептен де бір күнделікті таңертең кешке дейін баланың қасында болу мүмкін емес те. Сол себептен де бір ана бала мен әкенің ортасында бір Wi-Fi сияқты бір қатынасты әкеліп қойсақ, бір қолың тиген уақытта сол қатынасты жүзеге асыруға тырысып жүрсек, оның өзі болашаққа бір көп жаңа септігін тигізеді деген ойдамын. Екіншіден бұл жаңағы мына өзіміздің жолдасымызбен, яғни оның анасымен қарым-қатынасты. Егер сол қарым-қатынасты бір дұрыс ұстап жүрсек, баланың көзінше жаңағы айқай-шуға бөлінбей, қандай бір агрессивті бір әрекеттер жасамай, соны көрсетпей, мысалы, сол бағытты ұстанатын болсақ, ол балаға да кішкене жеңіл, дамуына да жеңіл болады деген ойдамын. Өйткені егер баланың көзінше жаңағы анасымен бір айқайласып, бір болмайтын нәрсеге бір келіспеушіліктер білдіріп, оны сол баланың көзінше білдіріп жатсақ, ол сол жаңағы оймен мектепке барып та мысалы көңіл күйі болмайды, оның тағы да жаңағыдай бір қандай да бір білім алуға, болмаса жаттығуын жасауға да бір кедергі келтіреді деген ойдамын. Енді сосын әкенің тағы бір үшінші позициясы, ол жаңағы өз мамандығында лидер болу да. Мысалы, әрбір өзінің мамандығын сүю, сол мамандығында жетістікке жету, ол да бір жаңағы баланың дамуына деген тоже әсер ететін фактор да. Бұл позиция менің де болашақ бір жаңағы жасайтын ісім деген сияқты бір факторлар болса, мен ойлаймын, бала да алдағы уақытта өзінің мына мақсат қою кезінде, даму кезінде де осы жақсы жаңағы болашаққа керекті бір жағдайларды алады деген ойдамын. Бұл жаңа айтып отырық қой, енді балаға көңіл бөлу, соның ішінде жаңағыдай бір қандай да бір бағдарламаларды қолдану, онымен жаңағы сіз айтып отырсыз, алдағы бір қызығушылықтарын арттыруына қолдау білдіру деген сияқты. Ол да дұрыс жаңағыдай негізгі бағыт. Өйткені бала кішкентай кезінен бір спортты таңдауы мүмкін, болмаса жаңағы өнерге жақын болуы мүмкін. Дәл сол сияқты да басқа да үлкен жаңағы маман иесі бар. Сол дамуында біз қолдау білдіруіміз керек те, көмектесуіміз керек. Дұрыс айтасыз. Баланың қиялы мүлдем шексіз, оны шектемеу керек. Жаңағы өзі сурет салған кезде балалар кішкентай күнде түрлі түсті етіп салады ғой. Сол кездерде қолдау көрсету керек екен. Кейде үлгермей қалып жатамыз, кейде кеш қозғалып қаламыз. Мен өсіп келе жатқан егіздерім қазір мүлдем шектеу дегенді білмейді. Үлкен әпкелер енді кішкене бала бағадан қол тимей кетті, шын айтсақ, көп балалы отбасы болсын. Олар да айтады ғой, детство болмады деп. Болды, бірақ олар енді тез есейіп кетті. Олармен жеке уақыт өткізсең, балаларды кейде ауылға жібереміз де, үлкендер қалады. Үлкеннің өзі 13-те еркелейді. Себебі оған еркелікке уақыт болған жоқ. Еркелейді, сырласады, әңгіме айтады. Жанына үңілсең, онда да жетпейтін нәрсе көп. Біз енді жаңағы осознанность кішкене жайырақ келіп қалған уақыттар болды. Сол кезде айтамын, 5-6 жаста гимнастикаға бәріне апаратын еді. Қазір кішкене уақыт жетпейді, английскийге ғана барады деген сияқты. Ана жерде уәде берсең, орындау керек. Кейде уәде беріп орындамасаң, балалар бетіңе айтады. Балалар деген күтеді ғой. Қазіргі балалар андай требовательный, мысалы бір нәрсе айтсаң орындау керексің. Содан басталады тәрбие деген. Өз балаңды тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле дейді ғой. Сол уәде берсем орындауға тырысам. Осыдан 5 жыл бұрын айтқан екем, Дубайға апарам сендер деп. Естерінде қалып қойған, енді қоймайды. Дубай биыл нейтін, биыл бөпелі болдық, келесі жылы барамыз. Сол сияқты уәде берсе орындау керек. Сосын тағы бір мен тәрбие жөнінде өте маңызды маған инсайт болған. Король, королевалар, аристократтар, Ұлыбританияның актерлар, олар баламен отыра қалып сөйлеседі, байқадыңыз ба? Бүйтіп баладан жоғарыдан төмен қарай төнбейді. Ол себебі баламен көзбен контакт болу керек екен.
на уровне глаз сөйлессе отырып бала өзін сенмен тең сезінеді екен. А енді сен жоғарыдан шүйлігіп сөйлесең ол андай сенен қорқынышпен істейді екен да. Сондықтан отырып сөйлесуге тырысамын. Өзін сенмен тең, онымен ақылдассаң, ол өзін тұлға ретінде сезінеді екен. Ол да өте маңызды. Маңызды, дұрыс айтасыз. Осы орайда бір кейс дейік, енді бір ақпарат естіп едім. Жаңағыдай сұрақ болады да, сауал қояды осылай бір сұхбаттың кезінде бір ата-ана, бір әке екінші әкеге сұхбат қояды да, мысалы сіз дейді да, мысалы осындай жаңағы тәрбие жолдарын қолданып жатсыз, осындай бағытты ұстанып жатсыз, сіз жаңағыдай қаншалықты уверенсіз дейді да, енді сіздің балаңыз Батыр Бауыржан Момышұлы сияқты ертең тұлға болады деген сияқты. Сіз соған жауап бере аласыз ба деген бір сұрақ болды да. Енді бұл жерден біз баланың болашағы қандай болатынын белгісіз жайт қой енді. Ол айтады да, енді мен болғанын қалаймын дейді. Батыр Бауыржан Момышұлы сияқты, басқа да мынау әлемді өзгертіп жатқан тұлғалар сияқты әрине ата-ана ретінде біз қалаймыз дейді да. Бірақ оның түпкілікті сол болып кете ме, кетпей ме, ол белгісіз. Өйткені осы жолда дамуына мен жаңа ақтық дейін қалғанша қолдауға тырысамын дейді. Сол сияқты ғой, сол жаңағыдай әке ретінде біздің басты позициямыз, роліміз ол жаңағы баланы максималды түрде қолдау. Соның жетістікке жету жолында әрекет ету, еңбек ету. Жаңағы санасына жаңа дұрыс ақпарат беру. Жалпы бала енді айна сияқты ғой, не айтсаң, не істейсің, бана соның бәрін қайталайды ғой, жалпы. Дұрыс айтасыз. Білесіздер, қаржылық даму, қаржылық бағыт, балаға ерте жастан бастап сол қаржылық бағытты түсіндірген дұрыс па, соны жаңағы ойына қалыптастырған дұрыс па. Енді бұл жерде енді болашақ білімі бар, болашақ жаңа қалауын жаңа келтіру. Сол мектеп кезінде менде бір андай бір қалау болғанда, бір желание дейді, енді бір мақсат деп айтуға болмайды, бірақ мамандығымды жаңа қаржыгер болсам екен деп. Осы бағытта өзімді жаңа көргім келді де. Енді сол бір жаңағы бір қызығушылығым болды. Енді сол ол кезде жаңағы көп мен сияқты жаңа жастар, оны мысалы айтсам өтірік болмас, барлығы жаңа әке шешесінің қаржылық жағдайына қарады, оның мүмкіндігіне қарады. Ол мен мысалы ол рас, 2000 жылдардың жастары не юрист, не экономист, не болмаса нефтяник. Басқа мамандық, ИЗО, сурет деген өте сирек болды. Себебі барлығы 90 жылдардың тоқырауынан шыққан, отбасыда жетпестік, қаржылық. Нефтяник болсаң, вахтовик болсаң далада қалмайсың, экономист болсаң далада қалмайсың, юрист болсаң әйтеуір далада қалмайсың. Гаишник боласың, полиция боласың деп. Сондай болды ол кезде. Қазір мүлдем бөлек. Мүлдем бөлек, Сол себептен де қазіргі таңда мысалы біз бәріміз әке рөлінде, бұл да маңызды рөл да, жаңағы баланың жаңағы болашақ біліміне қазірден бастап көз салуымыз керек. Оны қаржылық деңгейіне жинақты қазірден бастап жасауымыз керек. Осы себепте қазір білесіздер, көптеген мемлекеттік жаңа бағдарламалар жүзеге асырып жатыр. Оның біріншісі мына 18 жасқа дейінгі мемлекеттің тарапынан жаңағы бағдарлама ұлттық қор балаларға деген бағдарламасы. Ол 18-ге дейінгі әрбір қазақстандық балаға мемлекеттік жаңағы инвестициялық кірістің бір бөлігін әрбір балаға бөліп береді. Енді бәріңіз білесіздер, енді былтыр $100, биыл $120 жаңағы түсіп жатыр. Ол бірақ бала 18-ге дейін жинақтайтын болсақ, инвестициялық қордың қаншалықты көп болатыны, болмаса қаншалықты кем болатыны біз болжау білдіре алмаймыз. Өйткені ол жаңағы түпкілікті бір анализден өтетін, мемлекеттің бір тиімді инвестициялық жобаларынан өтетін іс-әрекет болғандықтан біз толыққанды болжам жасай алмаймыз. Бірақ дегенмен мемлекет бізге жаңағыдай шамалы болса да қолдау білдіріп отыр. Бірақ бұл жаңағы енді ақпарат ретінде жеткізіп жатырмын. Бұл жаңағы қазіргі таңда 45-60% қателеспесем, ғылым және білім министрлігінің тарапынан мемлекеттік несие гранттар бөлінеді екен да, біздің мектеп бітіруші жас балаларымызға. Бірақ бұл жаңа көрсеткіш алдағы уақытта 30-35%-ға дейін төмендейді деген бір ақпарат бар.
осы ақпарат егер төмендейтін болсақ, қазіргі мысалы көп көлемде түсіп жүрген жаңағы мемлекеттік гранттардың шектеу болады ғой, дұрыс қой. Осы орайда тағы мен айтқан сияқты баланың қалауы орындалмай қалуы мүмкін. Сол себептен де жаңағы біздің Халық Лайф акционерлік қоғамының тарапынан нарыққа 2022 жылы енген білім лайф бағдарламасы бар. Осыған орай мемлекеттің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы биыл жаңағы келешек бағдарламасына қол қойды. Яғни келешек бағдарламасы дегеніміз, құрметті көрермендер, ол биыл 2025 жылы 5 жасқа келген әрбір бүлдіршінге мемлекеттің тарапынан бір реттік көмек көрсетіледі. Яғни оның болашақ біліміне. Осы орайда мысалы сізде, Ақылбек мырза, жаңа білім лайф бағдарламасын қолданасыз. Сіз де білім лайф бағдарламасын қолданасыздар. Енді осы қаржы тұрғысынан балаға мына қаншалықты қаржы бағытын түсіндіру дұрыс ерте жасынан, қаншалықты дұрыс емес, бұл жаңа бағдарламалардың бағыты дұрыс па? Біздің парызымыз, ойлаймын, балаларға бірінші жақсы білім беру, бірінші жақсы тәрбие беру, екінші білім беру, үшінші жаңа қаржылық сауаттылықты бойына сіңіру деп ойлаймыз. Себебі әке шешенің жасағанын көреміз ғой. Бізде қазір балаларымызға инвестиция осы бастан ақша жинап, балаларымыз жаңағы тек қана оқуды ойлап, ақша тауып, официант болып, анда-мында қиналып, оқуымның ақшасын қалай табамын деп жүрсе, ол әрине арзан оқуға түседі, ары қарай дамымай қалады. Сондықтан қазіргі жастар 21 ғасырда тек қана білімді ойлау керек деп ойлаймын. Өзім той басқарып жүрген кезде қаншама білімді отбасыларды көремін, қаншама қарапайым ата-аналарды көремін, соларға просто жаңа респект деп айтқым келеді. Қарапайым отбасылар бірақ балаларын мектепте оқытады, тағы бір жерлерде оқытады, бүкіл өмірін балаларға арнайды, бірақ балалар үмітті ақтап жатады. Магистратураға, Америкаға барып келеді, Еуропадан оқиды, ары қарай дамиды. Кейбір балалар тіпті алтын медальмен оқып, грантқа түсіп, өздерінің еңбегімен кетеді. Бірақ барлық балалар олай болуы мүмкін емес. Сондықтан біз жақтан подушка дейді, жаңағы балалардың болашағын ертерек ойлап, ертерек қамдану керек деп ойлаймыз. Сол себепті мен білім лайф бағдарламасынан балаларыма депозит аштым. 3 балаға депозит аштым. Енді тағы да ашамын деп отырмын. Әр балаға ашып қойғым келеді. Ол жерде енді плюстер өте көп, маған ұнады. Қаржылық сауатты болу қазіргі енді заманның жалпы басты маңызды бір қалай айтсақ болады, тренді ғой енді негізі. Өйткені бала тәрбиесіндегі қаржыға жаңағыдай араластыру, ол менің ойымша қызмет, жалпы осы саланың маманы ретінде мен дұрыс деп ойлаймын бұл позиция. Өйткені бізде мысалы тағы да алдында да бір сұхбатта айтқан болатын, бірақ тағы да осы жерде айтайын. Мысалы бізді баяғы салтпен әке шешенің мейірімділігімен тәрбиелер болды да. Оның ішіне жаңағы жамандық жасамау, біреудің алдын кеспеу, мысалы адал болу, жаңағы әрқашан жаңағы кішіге жаңағы ізет көрсету, үлкенге сыйластық білдіру деген сияқты қылып тәрбиелер қалыптастырды бойымызға. Ол өте дұрыс, өйткені қазірдің өзінде осы тәрбиелердің арқасында біршама жерде жаңағыдай дұрыс жүруге мүмкіндік аласың. Сол сияқты, бірақ дегенмен ол уақытта мына ең басты мына қаржылық сауаттылық деген, болмаса қаржылық тәрбие деген болмады. Енді қазіргі кез кішкене кеңшілік заман. Барлық мүмкіндіктер бар. Білем десеңіздер, бүкіл жаңа білім ақпараттар жетерліктей. Тәжірибе алам дейтін болсаңыздар да, ондайда жаңағыдай бағыттар толып тұр. Мысалы, әлеуметтік желінде дұрыс пайдалану арқылы көптеген білім алуға болады осы тұрғысында, қаржылық сауаттылықтың тұрғысында. Енді баланы жаңағы менің өзімнің жеке субъективті ойым, баланы қаржылық тәрбиеге кішкентайынан әкелу керек. Мысалы, әрбір келетін пайда, үйге келетін табыстың қайдан шыққанын білу керек. Мысалы, біз ақшаны жаңағы айтамыз ғой, қолдану құралы деп. Ол құрал қаншалықты дұрыс жаратылып жатыр. Қазір білесіздер, мысалы, көптеген екінші дәрежелі банктер, қаржылық институттар мысалы білім беру жүйесімен коллаборация жасап жатыр да. Мысалы, балаға, мектеп жасындағы балаларға жаңағы егер 10 балл жинайтын болсаң, енді бұрынғы бізбен есептегенде 5 алатын болсаң, мысалы өздерінің көрсетілген бір бонустары төленеді.
Ол бонустарды қалай? Ол бонустарды былай жоя алмайды, өйткені ол жаңағы терминал арқылы болса QR кодтар арқылы жаратылыс. Оның барлығы да қаржылық сауаттылық. Яғни бала өзінің еңбегі үшін бонус алады, сол бонусты жаңағыдай дұрыс жарату жолын түсінеді мысалы. Осы бағытты да мысалы көп көңіл бөлуіміз керек деп ойлаймын. Енді жаңағы тағы да айтып отырып қой, мысалы инвестициялық жаңағы бағдарламалар. Өйткені бұл біріншіден ата-анаға жаңа айтқандай қаржылық жастық. Өйткені біз ата-ана ретінде әрине бір күшті сәттілікке мойын бұрамыз, арасында бір нар тәуекелдік те бар. Яғни балама қазір көңіл бөліп жатырмын, ана курсқа апарып жатырмын, мына курсқа апарып жатырмын. Яғни ол бала ертең міндетті түрде мемлекеттік гранттың иегері атанады деген сенім бар да, біз өзімізде бар. Бірақ ол жаңағыдай болмай қалуы мүмкін. Сол жағдайда бір кішкене бір андай болады, жинағың жоқ, қаржылық бір жастығың жоқ, басқа да бір алатын мүмкіндігің жоқ, бизнесің жоқ, басқасы жоқ, бірақ баланы жұрттан қалдырмау керек, оқыту керек. Бала өз санатындағы бір маман болу керек, жұрттың балаларымен бірдей болу керек, бірдей киіну керек, бірдей тұрмыс тіршілігі көтеріңкі болу керек. Осы мақсатта қиналып қалып жатады да көптеген қазақстандықтар. Осы мақсатты болдырмау үшін қазір мемлекеттің тарапынан да, басқа да қаржылық институттардың тарапынан да көптеген осы бағдарламалар, жинақтау бағдарламалар енгізіліп жатыр. Осыны маман ретінде жалпы әкелік позиция ретінде де бұл кеңес берем. Бұл өйткені қолданыс, егер мемлекеттік несиеге грантқа ие болмай қалған жағдайда сіз көтеріңкі көңіл күймен жүріп қалаған оқуына түсіресіз. Ол жинақталған ақшаңыз бірінші, екінші жылдың жаңағы төлемін төлей алатындай мүмкіндік болса да, ары қарай сізге үшінші жылдың төлемін жасауға 2 жылдық сізде уақытыңыз болады әрекет жасауға. Дұрыс емес. Халық лайфтың ұнағаны, енді бұл халық банктың продукциясы ғой. Сондықтан менде сенім болды. Жаңағы банкрот болмайтынына дегендей біріншіден. Екіншіден, жаңағы білім лайф бағдарламасын тыңдап көргеннен кейін, маған мынады әртүрлі нұсқалары бар. Бірінші жаңағы бір соманы бір салып қойға болады. Бала мектеп 11 бітіргенше 18-ге дейін ол қаржы жиналады. Екіншісі нұсқасы ол аз-аздан жинау болады. Ай сайын жаңағы сіздің картаңызды привязка жасайсыз, картаңыз арқылы ай сайын алып тұрады. Ол да ұнады. Сол екі нұсқада да ашып қойдық. Енді алдағы уақытта тағы ашамыз деп ойлаймын. Ең бастысы бұл жерде айтқым келгені, көптеген қазақ отбасыларда балаға үй алып береді, бизнес ашып береді, бірақ біліміне кейде көңіл бөлмей қалып жатамыз. Мен ойымша, үйде байлықта емес, ең басты байлық ол білім деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, Қуандық мырза. Сіздің де мына балаларыңыз үшін, балаларыңыздың болашағы үшін жасалып жатқан бұл инвестициялық бір жоба ғой. Ол барлығы сәтімен болып үйлесіп кетсін. Өйткені сізде мысалы ел алдында жүрген азаматсыз, сізде мысалы көрермендер көріп, яғни бір көп жағдайда қаржылық қазіргі таңда мына қаржылық жобалардың көбіне халық андай сенбейді. Өйткені мынандайда алдында бір статистиканы оқып жатсам, зерттелмеген мына қаржылық пирамидаларға біршама миллиард ақша құйылған екен елдің тарапынан. Соның барлығы қаржылық сауатсыздық деп ойлаймын. Зерттелмеген, білмеген нәрсеге миллиардтап құяды. Ал баланың біліміне келгенде жылайды шыны керек. Сол жерде тез байқысы келеді ғой, сол үшін. Сол себептен де бұл жаңағы жинақтау бағдарламалары да ол жайлап біріншіден ол әдет қалыптастырады. Екіншіден қаржылық сауаттылықтарыңызды арттырады. Үшіншіден бұл жаңағыдай тағы айтамыз, қаржылық бұл жастық. Мысалы, Ақылбек мырза, сіз бұл бағдарламаны біз жерден естіп келдіңіз да. Өйткені сіз бағана да басында айттық қой, біз сіздің жасыңызда бұндай жаңағыдай бір жобаларға қатты қызығушылық білдірген жоқпыз. Сол енді сіз жас әке ретінде, жас маман ретінде осы жобаларды мысалы біліп, естіп келдіңіз. Сол туралы айтып жіберсеңіз. Жалпы енді білім лайфты таңдаған себебім бұл ертеңгі күнге қаржылық сақтандыру емес, ертең болашаққа балама оқуына
қалай айтады, стартына, өмірдің стартына инструмент ретінде қарадым. Басында мен ізденгенде бағана да айтып тұрсыз ғой, акциялар, басқа да құралдарды іздендім, бірақ бағанағыдай Білім Лайфты көргеннен кейін сізге келіп, бір-екі рет офисқа келіп, сізді нақтылап түсіндіріп, бағанағыдай осылай болады, государственная поддержка ретінде. Сосын сіз Қуандық айтып тұрсыз ғой, Халық банктың дочерняя компаниясы ғой, соған сеніп, сізді тыңдап, бағанағыдай, сосын өйстіп Білім Лайфты таңдадым. Ертең болашаққа сенім, бағанағыдай балама старт ертең бұйырса, оқу орнын таңдаған кезде қысылмай, ертең мүмкін Астана, Алматы, мүмкін США, Америкаға кеткім келеді деген кезде менде де қысылмай, осылай сақтандыру жинағым бар деп, осыған не істеп көңіл уақыт бөліп жатырмын. Құрметті көрермендер, бізде жайлап енді қорытындылайық. Бұл жаңа Білім Лайф бағдарламасы, тағы да айттық, бұл нарықта 22-ші жылдан бері арнайы бағдарлама ретінде, жинақтау бағдарламасы ретінде іске қосылды. Содан бері қаншама қазақстандықтар бұл жобаны қолданып, қазір болашақ балаларының біліміне жинақ жасап жатыр. Бұл бағдарлама, мен де өзімнің барлық балаларыма осы бағдарламаны қолданып жатырмын, өйткені мен де білмеймін, болашақта балаларымыз мемлекеттік грантқа 100% түсе ма, түспей ма, ол да бір белгісіз жайт. Сол себептен де мемлекеттен берген бағдарламаларды қолданып жатыр. Бұл бір жағынан осы шартты орындалу кезінде әрбір ата-ананың біреуі міндетті түрде сақтандырылып тұрады. Қандай да бір жазатайым оқиғалардан, мүгедектіктен Құдай сақтасын, оның барлығы дерт болмасын дейміз. Бірақ дегенмен жаман айтпай жақсы жоқ. Осы сақтандыру осы жерде көмегі де тиіп қалуы мүмкін. Сол себептен де бұл бағдарламаларды қолданыңыздар. Өйткені қазіргі таңда қаржылық сауаттылық маңызды біріншіден. Және біз маман ретінде егер халыққа соқырға таяқ ұстатқандай қылып түсіндіретін болсақ, бұл бағдарламаның алға қарай жандануы да жаңағыдай мүмкін. Оған сол үшін де жұмыс жасап келе жатырмыз. Енді жаңағыдай құрметті Ақылбек мырза, Қуандық мырза, бүгін жаңағыдай осылай ашық сұхбат ретінде алғашқы подкастымыз. Бұл жерде тек қана мына әке мен баланың арасындағы қарым-қатынас, солармен жаңағы әкенің рөлі, баланың рөлі, жанұялық бір көп жағдайда айтылмайтын мәселелер, қаржылық даму, қаржылық бағытқа баланы бейімдеу, осы тұрғыда көп қысқа да болса нұсқа ақпараттар жеткізілді деген ойдамыз. Енді осы тұста дамып, мысалы, әке мен балалардың арасында қарым-қатынас жалпы үлкен тақырып. Ең бастысы үнсіз қалмау керек, сөйлесу керек, тыңдау керек, түсіну керек. Сіздерге көп-көп рахмет айтам. Алдағы уақытта тағы да осындай жобаларда кездесеміз деген ойдамыз. Әрбір бүлдіршіндеріңіз, балаларыңыз жандана берсін, мемлекетке қызмет етер өз маманының иесі болсын, қаржылы сауатты болсын, әлемді өзгертетін азамат-азаматша болсын деген тілегіміз бар. Бәрекелді. Балаларымыздың біліміне қаржы құйық, Халық Лайф осы орайда таптырмайтын құрал деп ойлаймын. Бәріңізге кеңес беремін. Балаларымыз жақсы азамат болсын, білімді болсын, еліміздің жарқын болашағының тұтқасын ұстайтын азамат-азаматшалар болсын. Рахмет сізге.